Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ажурный блиннидің жасалу жолын үйретемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа, шекер, сұйық май, сода, ұн, су және сүт қажет. Ең алдымен 2 жұмыртқаны саламыз. Екі жұмыртқаға 200 грамм шекер қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 500 грамм сүтімізді құямыз. Одан кейін тағы да 500 грамм суымызды құямыз. Бөлме температурасында су болса жарайды. Енді електен өткізіп ас содасын қосамыз. Тағы да оны араластырамыз. 200 грамм сұйық майымызды қосамыз. $500 грамм ұн қосамыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізуіміз керек. Бірақ біздер бірден пісірмейміз, бір 15-20 минутқа тынықтырамыз. Ажурный блинни болып шығу үшін тесто тынығу керек. Астын орташа етіп жағамыз және де осылай бірінші сұйық маймен майлап аламыз. Осылай жайып пісіреміз. Екінші жағында пісіріп аламыз. Енді келесі блинниді пісірмес бұрын отта 30 секундқа табаны ұстаймыз. Осындай әдемі ажурный блинни пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осындай шоколадпен бетін әрледім. Сіздер өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Лайк басып, видеоға комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнаға тіркеліңіздер. Рахмет.